Облыстық ішкі істер департаментінде Қазақстан халқы тілдерінің 17-ші фестивалі мен ассамблеяның 20 жылдығын арналған мерекелік іс-шара өткізілді. Тәртіп сақшылары түрлі ұлттардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін көрсетуден өзара сынға түсті. Сонымен қатар шара барысында үздік полицейлер олардың ата-аналары және ішкі істер органдарымен ынтымақтаса жұмыс істеген және ұлтаралық достықты сақтауға үлес қосқан тұлғалар марапатталды. Облыстық ішкі істер органдарында 16 ұлттың өкілі қызмет атқаруда. Тілдер фестивалі мен ассамблея жылына орайластырылған байқауда аудандық бөлімдер мен Петропавл қаласының ішкі істер бөлімінің командалары қазақ, орыс, белорус, ұйғыр, грузин және тағы басқа ұлттардың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын назарға ұсынды. Айталық қалалық тәртіп сақшылары қонақтарды шашумен қарсы алып, қазақтың сырға салу мен қыз ұзату рәсімін театрландырылған қойылым арқылы көрсетті. Мақсатымыз ол келешек өсіп келе жатқан болашаққа осы салт дәстүрді жеткізу, қыз ұзату, екі жастың қол байлау, сырға салу дәстүрлерін көрсеттік. Енді әрине бағасын ел береді, көңілдерінен шықтық деп ойлаймын. Әрине жүлделі орындарға да дәмеліміз. Байқаудан кейін салтанатты бөлім басталды. Облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова тәртіп сақшыларды мерекемен құттықтап, ішкі істер органдарында ұлтаралық келісім мен мемлекеттік тілдің дамуына бағытталған шараларға үлкен көңіл бөлінетінін атап өтті. Халықтар достығы мен рухани бірлік Қазақстанның нышанына, еліміздің әлеуметтік, экономикалық және қоғамдық саяси дамуының кепіліне айналды. Рухани құндылығымызды байыту, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру, этностар тіліне қамқорлық, халықтар арасындағы келісімді нығайту, тіл саясатының басым бағыты болып табылады. Кейін Анархан Дүйсенова Қазақстан халқы тілдерінің 17-ші фестиваліне орайластырылған байқау қатысушыларын түрлі номинация иелері мен жеңімпаздарын марапаттады. Қазылар алқасының шешімі бойынша Мамлют ішкі істер бөлімі бірінші орынға ие болды. Және құрметті достар, осы фестивальға орайластырылған Ішкі істер департаментінің бастығы Берік Білалов өз қызметін мінсіз атқарған полиция қызметкерлерін, ардагерлерді ішкі істер органдарымен ынтымақтаса жұмыс істеген және ұлтаралық келісім сақтауға үлес қосқан жандарды, еліміздің беделді азаматтарын тәрбиелеген тәртіп сақшыларының ата-аналарын марапаттады. Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін марапатқа ие болған Гариф Хамзаевтың ұлты Әзербайжан болса да, туған тілмен қатар қазақ тілін жетік меңгерген. Оның айтуынша Қазақстанның әр азаматы мемлекеттік тілді білуге міндетті. Өзге тілдің бәрін біл дейді, өз тілін құрметте дейді. Мен өте ризамын осы қазақ тілін жетік меңгергеніме. Мемлекеттік тілді қазақ тілі, оны барлығын білу міндет. Менің отбасымда барлығы қазақша біледі, жақсы жетік меңгереді. Қазақша оқыдым. Және де жұмысымды қазақша мемлекеттік тілде атқаруға ынталасамын. Сонымен қатар бұл күні ішкі істер органдары қызметкерлері балаларының арасында мемлекеттік тілде біздің отбасымыз атты тақырыпта өткен шығармалар байқауының жеңімпаздары марапатталды. 7 мен 9 жас аралығында жеңімпаз атанған Әл-Фараби атындағы мектеп лицейінің оқушысы Гаухар Маратова өз жұмысында үлкен әрі тату отбасы жайында жазған. Гаухар 4 бауырының арасындағы жалғыз қыз бала. Мен Қазақстанда тұрамын, мен қазақ тілін жақсы көремін. Інім туралы, ағам туралы жаздым. Әкем, анам туралы жаздым. Қайда жұмыс істейді екенін, сабақты 5-ке оқитынын жаздым. Күнделікті қызметте тәртіпті сақтап жүрген полицейлер бүгін сахна төрінен бар шығармашылығын танытып, мың бұралы би билеп, ән шырқады. Өз өнерлерін қызметкерлердің балалары құраған вокалды топта ұсынды. Әсел Оразбаева, Орал Амедов, ақпарат.